500 табада пісетін торт жасадым. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Қыздар алдымен мені каналыма тіркеліп кет. Сонымен жұмыртқамен секірді миксермен араластырып алдым. Содан кейін сары май салып, ұн қосып, қосытқыш қостым. Қамыр еледім. Қамырды 6 бөлікке бөліп, оқтаумен жайып, қызып тұрған табада екі жағын қызартып пісіріп алдым. Тортқа қайнатылған крем жақтым. 6 слойына жақсылап молынан крем жағып шығамыз. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Тортты қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз.